Армысыздар, айдынды өлкенің айбынды халқы, сіздермен бірге Алакөл жаңалықтары. Эфирде Алтынай Қалиқызы, алдымен аңдатпа. Ерікті болу ерлік демекші. Биылғы волонтерлар жылында ынталылықтар қандай ісімен ерекшеленді? Үшарал қаласында салауатты өмір салтын ұстанушы нәзік жандылар үшін қандай сый дайындалды? Шекара шебіндегі Достық ауылында өткен қос шарада қандай тақырыптар талқыға түсті? Қыз қызығы саналар шаңғы жарысы биыл қандай сыймен ерекшеленді? Ынтымағы жарасқан Ынтал ауылының тұрғындары бір жеңінен қол, бір жағадан бас шығарап, балаларының бақыты үшін игілікті істе бірге білді. Қазақилықтың исан қып тұрған аядай ғана ауылдың азаматтары мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жариялаған еріктілер жылы аясында боз кілемге қаражат жиып, қазақ күресінің ашылуына ұйытқы болды. Толығырақ тілші материалынан тамашалаңыздар. Көп тебінсе жерде сілкінеді демекші, қоңырқай тірлік кешкен Қойлы ауылдың жұртшылығы бір ауыздан демдесіп ұлттық спортымыздың төресі қазақ күресін дамытуға ден қойды. Тақымдарында тұлпарлардың тері қатып, шымырда ширақ болып ер жетіп келе жатқан жеткіншектер үшін бұл қуанышты жайт. Себебі дала баласы үнемі қозғалыста, алыс-жұлыста өспек. Ал күрес үйірмесі олардың бойына біткен қара күшін тиімді пайдаланып, кәсіби спортшы етуге баулымақ. Осы ретте ынталылық Боғынбек Қожақапан мен Мұқият Мейірхан сынды азаматтардың мұрындық болуымен ауылдастары бәтуәлі шешімнің шекпенінен ұстап, боз кілем алуға бел байлады. Сөйтіп сен кем мен артық демей, әркім жағдайына қарай қаражат қосып, арнайы кілемге тапсырыс берген. Бұл істі еріктілер жылындағы алғашқы қадамдары екендігін жеткізген олар, алдағы уақытта да көптеген сауапты шаруалар күтіп тұрғандығында жарыса айтты. Бұл енді өзіміздің ауылда осындай бұрын болмақ осын осындай спортты қолға алып өзіміз ауыл атынан ақша шығарып өз қалтамыздан ата-аналар жиналып ауданға дейін бардық, бұның бәрін жолға қойдық, үлкен ағалармен сөйлестік. Содан енді боз кілемі жоқ болғасын боз кілем алдық. Еріктілер жылы аясында қарсы алып, соның қолдауында болып жатырмыз. Алдағы уақыттарда осындай шаруаларымыз енді іске басып, алдыға басып, тағы өз жөніменен жалғаса береді деп ойлаймыз енді. Рахмет сіздерге. Қазақ күресі үйірмесінің ашылу салтанатына ынталылықтар көптеп жиылды. Киесі кимешегінен білінген әз әжелер иегіндегі сақалы мен иығындағы шапанының салмағына қарамастан ақ батасын арқалай келген ақсақалдар, перзенттерінің болашағы үшін алаңдап, спортқа баулуға ұмтылған ата-аналар және мектеп оқушылары қатысты. Сөз алған аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Алмат Садиев, ұлттық спортты дамыту және жеткіншектердің салауатты өмірге деген құлшыныстарын өрістету мақсатында тұрғындардың тілегі бір арнада тоғысып, келелі іске баруары құптарлық дүние екендігін айтып өтті. Қоғамдық кеңестің мүшесі Мәденбек Қожақапан шараның құрметті қонақтары, әлем чемпионаты мен Азия біріншіліктерінің жүлдегерлері, Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін жеңімпаздары Жомарт Болатханұлы мен Айбол Ахметов жастарға өздерінің ақыл кеңестерін айтып, алдағы жолдарына сәттілік тіледі. Ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы Қабдығали Есімбеков және Ынталы орта мектебінің директоры Сандуғаш Басқанбаева ауыл азаматтарына алғыстарын жеткізіп, рахметтерін айтты. Айта кетерлігі, бірлікті бапкер Арнұр Нұрланұлы мен шәкірттері тұрғындарға күрестің түрлі әдістерін көрсетіп, алдағы уақытта Жомарт Болатұлы осында жаттықтырушы болып, балаларды күрес өнеріне баулайтынын тілге тиек етті. Биылғы жыл бастауында Ынталы ауылының тұрғындары ерікті түрде өздері қаражат жинап, кілем сатып алып, осындай ауылға үлкен күрес мектебін ашып жатыр. Сол қадам құтты болсын. Қуанып отырмыз. Мені бапкер ретінде тағайындады. Ауыл өркендеп, балалары үлкен белестерге жете берсін. Ауылдың баласы жерден шыққан асыл тастай
сәл ғана жонып, тазалап жерсен, бағыттап жерсен, жарқырап шыға келеді. Ауылдың балалар жасай берсін. Бірінші рет қазақ күресінің үйірмесі ашылып тұр. Осы үйірмеге ауыл өкілдері, ауыл адамдарының көп үлесі қосқан. Осы ауыл адамдары осы жерге кілем алып, және де басқандай заттар алып келіп, ауылымызға қазақ күресі үйірмесін ашып тұр. Мен бұл ауылымызда бірінші рет болған. Мен бұғанға дейін ауданымызда, Үшарал қаласында өзім Арнұр ағайынның jiu-jitsu'на қатысқан болатынмын. Мен бұл жерде және мен сияқты менен кішкентай жасөспірім болашақ спортшыларға тілерім көп. Барлық қызық мұнымен аяқталмай, жиын соңы көкпар ойынына жалғасты. Тебісімен тұлпарын теңсетіп, тақымында кеткен олжасын оңайшылықпен бере қоймайтын Ынталы, Жайпақ, Бескөл, Жағатал, Ақтүбек ауылдық округтерінің жігіттері серкені салымға сүйреп, өзара таласқа түсті. Ақбілек Қуандыққызы, Алмат Есенбеков, Нұрбақ Меңдібайлы, арнайы Алакөл жаңалықтар үшін. Өз денсаулығы мен сырт келбетін күту трендте болудың белгісі. Спортпен әуестенетіндер, салауатты өмір салтын ұстанатындар және өздерін үнемі жетілдіруге бет бұрғандар фитнеспен айналысудың артықшылығын айтпаса да сезінеді. Осы ретте шаралдық арулар үшін жағымды жаңалық бар. Қаламызда қыздарға арналған фитнес залы ашылып, бүгінде өз жұмысын бастап та кетті. Жаңа орталық жайлы толығырақ сіздерге тілшіміз баяндап берсін. Шаралдық нәзік жандылар үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашқан нысанға қызығушылар да көп. Қыздар үшін таңсық дүниені меңгеріп, өзін күтімде ұстауға талпынғандардың да қарасы көп. Орталықтың ашылу салтанатында сөз алған аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Серік Байбазаров спорт ұғымына, соның ішінде үнемі қозғалыста болып, дене бітімді қалыпта ұстаудың артықшылығына тоқталды. Қазір мынау омыртқа, буын аурулары, бұғана ауруларының бәрі көбейіп кетті жастардың арасында. Сондықтан енді осыған емдеу үшін осындай орталықтың ашылғаны мен ойлаймын өте құптарлық шаруа. Ал енді жүрге бұл қыз балаларға арналған болғандықтан қыздардың денсаулығы қазір ең бірінші кезекте болу керек. Өйткені олар болашақ аналар. Ал егер аналардың денсаулығы мықты болса, онда ұлттың да денсаулығы мықты болады. Сондықтан да бұл орталықтың үлкен мән мағынасы бар, келешегі бар орталық деп мен есептеймін. Сондықтан енді бұл орталыққа әлі де көптеген адамдар келіп, өзінің денсаулығын түзететініне мен сенімдімін. Келесі кезекте аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Алмат Сәдиев өңірімізде алғашқы рет ашылып тұрған қыздар фитнес орталығының арулар үшін көптеген мүмкіндіктерге жол ашып отырғанын айтып өтті. Ауданымызда джампинг орталығы ашылып жатыр. Ол қазіргі таңда спорт саласы бойынша өте қажетті дүние болып тұр. Себебі біз жерде нәзік жандыларға арналған спорт түрі қамтылып отыр. Құдайға шүкір, жалпы ауданымыздың спортқа деген бет алысы қарыштап күннен күнге жақсы дамып келе жатыр. Оған дәлел осы жылы Құдай бұйырса Достық бекетінде үлкен сауықтыру, дене шынықтыру комплексі салынғалы жатыр. 21 жылғы Құдай бұйырса халыққа қолданысқа беріледі. Сондай жақсы істердің барлығы жалпы жасалып жатыр. Біз өте қуантатын жағдай. Қазір міне кәсіпкерлердің өзі спорт саласына бет бұрып жатыр. Атамекен кәсіпкерлер палатасы аудандық филиалдың төрағасы Мұхтар Адиков орталық иесінің палата тарапынан өткізген семинарларға тұрақты қатысып, өзінің осы бағыттағы біліктілігін шыңдауының арқасында бүгінгі биігіне шыққандығын тілге тиек етті. Артынша JJ фитнес орталығының жетекшісі Аяна Кабдырашева өзінің мақсатшылдығы мен еңбектің арқасында қазіргі жетістігін бағындырғанын жеткізді. Құрметті Алакөл ауданының тұрғындары, бұл клубтың
JJ фитнес клубының ашылу себебі біздің Алакөл ауданында әйел адамдарға спорт жағынан қарастырылмаған. Соған байланысты осы біздің ауданымыздың қыздары сымбатты болып, денсаулықтарын түзетіп, сол мақсатта ашылған ой болатын. Бұл джампинг дегеніміз бұл секіру деген мағынаны білдіреді. Қазақшаға аударған кезде космонавтарды емдеу барысында пайда болған дүние. Ең жақсы денсаулыққа өте пайдалы. Фитнес дене пішінін және салмақты қадағалауға бағытталған қимылдар бірлестігі. Ол дұрыс таңдалған диета мен үйлескен физикалық жаттығуларды қамтиды. Осы ретте бүгінгі джампинг орталығының артықшылығы адам денесінің барлық бөлігі қозғалысқа түсіп, артық салмақтан арылу мен көңілге қонымды формада болудың бірден-бір себепкері. Бұл спорт бағытты сонау ақш мемлекетінде бастау алып, НАСА орталығы ғарышкерлерді шынықтыруда алғаш пайдалана бастаған. Артынша ол бүкіл дүние жүзіне таралып, джампинг деген арнайы атауға ие болған. Бүгін міне Айдынды ауданымыздың аумағында JJ джампинг орталығы ашылып, өңіріміздегі салауатты өмір салтының дамуына өзіндік үлесін қосып отыр. Айгерім Серікқызы, Алмат Есенбеков, Абзал Арман, арнайы Алакөл жаңалықтар үшін. Қытай елімен шекаралас орналасқан Достық ауылдық округінің тұрғындары тірлік тегершінің белсенді дөңгелетуде. Аудан орталығынан шалғай орын тепсе де, ешбір шарадан тыс қалмайтын бұл елді мекен жұртшылығы қос бірдей кездесуде түрлі мағлұматтарға қанықты. Толығырақ тілші материалынан тамашалаңыздар. Алдымен елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен бой көтерген цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында жиын өтті. Бұл бастаманың мүмкіндіктерін барынша қолданып жатқан елді мекендердің бірі де осы Достық ауылдық округі. Аталған ауылда егов электронды порталы арқылы керекті анықтамалар алуды үйрету үшін түрлі жиын, кездесулер ұйымдастырылып, үгіт-насихат жұмыстары жалғасуда. Бүгінгі таңда Достық ауылдық округі бойынша 4 орында өзін-өзі қызмет көрсету бұрыштары жұмыс атқарып отыр. Ол бойынша 2019 жылы 1164 қызмет көрсетілді. Ол жерде соттылығы бар не жоқтығы, мекен-жай туралы анықтама, балабақшаға тіркеу, тағы да сол сияқты бірнеше түрлі жаңағы анықтамалар берілді. Осы бағытта егов цифрлық Қазақстан бағдарламасы бойынша мекемелерде үнемі түсіндіру жұмыстары жүргізіліп отырылады. Өзін-өзі қызмет көрсету бұрышына арнайы мамандар бекітіліп, түсіндіру жұмыстары әрдайым атқарылып отырады. Жиын барысында халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ, халыққа қажетті анықтамалардың 500-ден астам түрін қарапайым үйдегі компьютер арқылы алу мүмкіндігі, баланың мектепке, балабақшаға орналастыру сынды артықшылықтар, электронды кілтті ашу мен уақытын ұзарту жолдары көрсетілді. Сондай-ақ электронды кілтті ашу, порталға телефон нөмірін тіркеу және жеке тұлғаның өзінен бөлек балалары мен жұбайына да анықтамалар алу жолдары көрсетіліп, бұл игілікті істің қағазбастылықтан құтылып уақыт пен қаржы үнемдеуге таптырмас мүмкіндік екендігі жеткізілді. Енді бүгінгі міне цифрлы Қазақстан бағдарламасы бойынша біздің акиматтан келіп, жақсы бізге таныстыру жұмыстарын өткізіп жатыр. Міне егов қызметі бойынша біз керемет жақсы мәліметтер алдық. Бүгін өзіне-өзі қызмет көрсету бағытында әртүрлі жаңағы анықтамаларды ешқайда шықпай-ақ, кезекке тұрмай-ақ алатынымызға қуаныштымыз. Аудан орталығына ат шалдырмай үйде отырып-ақ қызмет алудың артықшылығы ауылдағы ағайынға өте қолайлы болып отыр. Келесі жиын қазақ халқының маңдайына біткен шоқ жұлдызы, есімі елмен бірге мәңгілік жасайтын Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына арналды. Бұл шара Достық ауылдық округінде орналасқан 2089 әскери бөлімінде Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан атты мақаласын талдау және Абай мұрасының өшпес тағылым екендігін түсіндіру мақсатында өтті. Биылғы жылы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығын атап өту бойынша үлкен іс-шаралар қолданылуда. Еліміздің
президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Абай және 21 ғасырда Қазақстан атты мақаласы жеке құрамға жеткізу бойынша көптеген іс-шаралар орындалуда. Осы Алакөл ауданы Достық ауылы әкімшілігінің қызметкерлерімен бірлесіп істеп жатқан жұмыстар көптеген іс-шаралар орындалуда. Осы Абайдың мақалалары жеке құрамға мына әскери қызметкерлерге жеткізіліп, әскери қызметкерлердің отанындағы борышын өтеген кезде олардың рухын, олардың отанға деген патриоттық сезімін ояту мақсатында мына Абай атамыздың көптеген ұлағатты, даңқты, рухты сөздері жеке құрамға жеткізілуде. Аспан асты елімен иық тіресе орналасқан шекаралы аумақтың сардарлары мен сарбаздары қару асынып, тыныштықты қорудан өзге рухани азықтың да маңыздылығын түсінгендей. Себебі Абайдың мәңгілік мұрасына сусындап, мемлекет басшысының да туындысын таразылауға жиылған әскерилер кездесу барысында аз белсенділік танытты. Ақбілек Қуандыққызы, Алмат Есенбеков, Нұрбақ Меңдібайлы, арнайы Алакөл жаңалықтар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырсақ, қыстың қызығы ағылпа қары мен сырғанағы, суығы өткен даладағы сауық сайран екендігі белгілі. Осы ретте тау бөктерінде орналасқан Лепс ауылында шаңғыдан облыс чемпионаты өтіп, қыстық спорттың дамуына өзіндік үлесін қосты. Артынша ізін суытпай екпінді ауылында аудандық турнир жалауын желбіретіп, көпшілік бір қуанып қалған болатын. Жүйріктер жарысы жайлы толығырақ материалды тілшіміз баяндап берсін. Спорттың бұқаралық сипатын дамыту мемлекеттің стратегиялық басым бағыттарының бірі. Сондықтан да дүйім жұрттың кем дегенде 30%-ын бұқаралық спортқа тарту саясаты өз мінберінен түскен емес. Осы ретте облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы мен аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұйытқуы болуымен Лепсі ауылында қыстың бір қызығы саналар шаңғыдан облыстық чемпионат өтті. Жетісудың түкпір-түкпірінен жиналған шаңғы жүйріктері өздерінің жоғары дайындықтарын танытып, өзара қызу таласқа түсті. Облыстық дәрежеде өткен дода ең алдымен аудан спортшыларының бәсекеде қабілеттілігін арттырып, олардың түрлі жағдайларға дайын болуына және өзге шаңғы жүйріктермен тәжірибе алмасуға септігін тигізді. Алакөл ауданы Лепс ауылдық округіндегі спорт мектебінде спорттың 5 түрімен оқушылар шұғылдануда. Оспанов Бауыржан Кеңесбекұлының ықпалымен дәстүрлі жарыстар өтілуде. Ұсақ сілемді жатаған таулардың баурайында қосны табиғатты даланың теріскейінен соққан, желден шайлықпай арқалы топ алқалы жиынын ойдағыдай өткізіп, бір масаттанып қалды. Интернат ашылғанына биыл 5 жыл болды. 5 жылдың ішінде нәтижеміз өте жақсы деп айтамыз. Алматы облысының чемпиондары, Қазақстан чемпиондары көп. Ерекше айт кетсем, Ракишева Айша, бірінші түлектерден Төлегенов Темірлан осы Алматы облысынан шаңғы спортынан спорт шеберін атағын алған. Ракишева Айша да спорт шебері. Ракишева Айша бөлек айт кетсек, Қазақстан құрама командасында, жастар арасында Қазақстан құрама командасында бірінші орында тұр. Сөйтіп, бәсеке биік дәрежеде өтіп, ауыл тұрғындары да бір жасап қалды. Келесі дода аудандық дәрежеде екпінді ауылдық округінде өтті. Жарыстың ашылу салтанатында сөз алған аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Алмат Садиев аталмыш сайыстың себебі мен салдарын, мәні мен мақсатын түсіндіріп, шараны салтанатты түрде ашып берді. Шаңғы спортынан аудандық спартакиада міне қатарынан 3-ші жыл, биылда екпінді ауылдық округінде өтіп жатыр. Біз оған қуанамыз. Осы спартакиада біздің округте дәстүрге айналса деп отырмыз. Өйткені спартакиаданың жастарды, балаларды қысқы спорт ойындарына жаңағы тәрбиелеу, қысқы спорт ойындарын насихаттау, жастарды спортқа баулуға тамаша жаңағы мүмкіндік. Биылғы аудандық спартакиада ол кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 31 жыл толуына орайластырып өткізіліп отыр. Бүгін округімізге ауданның бірнеше елді мекендерінен спортшылар қатысып, өз мүмкіншіліктерін
күштерін сарапқа салып жатыр. Мұнтаз қардың үстімен жүйткіген жампоздар айналым сайын жаныңнан өткенде жетектеріне жабысып, бірге сырғанап кеткілері келіп, жанкүйерлер де шуылдаса тебініп тұрды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге арнайы дипломдар, медальдар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Бүгінше келіп жеткен жаңалықтар легі осындай. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.